жұбатып жылататын, сыналып сынататын қол болған сезім ай. Жүрегім жүгінетті, емдейтін салған дерті, ыстық сезім ай. Сенім болса, бағың боп келіп қонса, көңілің оған толса, бұл таза махаббат. Сезім деген соңы жоқ ма, жүректі шарпыған. Сол романды әр сүйген ата, тоқтаусыз оқыған. Жұбатып жылататын, сыналып сынататын қол болған сезім ай. Жүрегім жүгінетті, емдейтін салған дерті, ыстық сезім ай. Жұлдыздай жарқырайды, толқындай сарқырайды кек көңіл, тулайды жалындайды, еркіңе бағынбайды кек. Асау бұл өмірде сан тараулы жол бар, болса дағы жан санаулы қолдар. Алысармас менің асыл арманыма, жеткізеді ағарайлы таңдар бұл өмірде. Сәлеметсіздер ме балалар, қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз жақсы ма? 70-тен астам оқушылар кірген екен. Так, біз бастасақ, жаймен де бастайық, бірақ мына жерде оқушылардың көбісі қателік жіберіп жатыр екен. Қате жауаптар А болады дейді, біреулер С болады дейді. Негізінде екеуі де дұрыс емес. Ақбала Нұрланқызы дұрыс жауап берді. Так, қатып жатқан жоқ па, кстати? Дауыс бәрін тексеріп алайық, бірінші бастамас бұрын, бәрінде қатып тұрған жоқ қой, нормально болып тұрма. Вроде нормально болу керек. Жақсы балалар, бірінші очередь қазір скрин жіберіп алайық, скрин жіберейік кураторларымызға кіргеніміз жайында, өткен оқушы саны аз болып тұр. Скрин жіберейік, сосын плюс қоя кетейік, сосын мен әрі қарай жалғастыратын болам. Неке, скриннен уже не басталады. Нет. Оқушы саны көбею басталып кетеді уже. Сәлеметсіздер ме? Все, жақсы, бастайық. Уағалейкум ассалам. Так, бастаймыз. Біріншінің жауабы бізде Д деген жауап болады. Неге Д екен айта кетейік. Жалпы бізде пирамида, экологиялық пирамидаға сай былайынан 3-ке бөліп қоямыз негізінде. Яғни ол продуцент, ең астында продуцент болады, үстінде консумент және де редуцент болу керек. Қараңыз. Консументтің өзі 3-ке бөлініп кетеді. 1, 2, 3 деп.
Так, продуцент деп отырғанымыз кімдер? Продуцент деп отырғанымыз балалар, бұл бізде өсімдіктер, иә, то есть продукт жасайтындар. Яғни от слова продукт дегеннен шығып тұр. Яғни бізге алма, картошка, сәбіз продукт қой, иә? Продукты. Вот. Так, бұл бізде біріншісі. Екіншісі консументтер, ол бізде 1, 2, 3-ке өзінің ішінде бөлінеді. Консумент 1 деп отырғандарыңыз, ол бізде шөп қоректілер, иә? Яғни ешкі, қой, сиыр деген сияқтылар. Так, одан кейін 2, ол бізде жыртқыштар болған. Яғни қасқыр, түлкі, тағы да не бар, аю деген сияқтылар. Консумент 3, ол бізде в основном бүркіт деп келеді, иә? Ал үшінші, бұл бізде екінші этаптағылар бәрі. Ал үшінші этапқа бізде редуцент деп отырғандарымызға бұған микроорганизмдер, бактериялар, иә? Бактериялар, именно зең саңырауқұлақтар тоже мысал болады. Зең саңырауқұлақтары. Вот осындай, яғни сапрофиттілер болмаса, бұларды сапрофиттер деп атаймыз. Бұлар бізде соңғы үшінші этапта тұрған қоректік тізбектегі ең жоғарғы топ. Саламатсыздар ма? Так, 1-2 оқушыда қатып тұр ма, әлде барлығында қатып жатыр ма? Норм дейді. Қатып жатқан жоқ, норм дейді. Хорошо. Так, все. Так, кеттік. Сонда бұл жерде дұрыс жауап бізде микроорганизмдер, иә? Адамдар ол бізде екінші этапқа жатады. Консументтердің, жануарларда екінші этап, бірінші этапқа жатады, құстарда екінші этапқа жатады. Сонда дұрыс жауап бізде микроорганизмдер болмақ. Так, бұл жер түсінікті деп ойлаймын. Кеттік, әрі қарай жалғастыра берейік. Так, бауыр және ұйқы безінің өзегі ашылатын ішек дейді. Конспект міндетті емес, бірақ өзіңізге керек жерлерін жазып алсаңыздар болады. Все, Аружан, Анель, жақсы. Так, аппендикс дейді, аппендикс емес. Дұрыс емес, қате жауап. Қараңыздар, аппендикс деген жауап болмайды. Бұл жерде дұрыс жауабымыз аш ішек, е. Болмаса бұны ұлтабар деп атаймыз. Қараңыздар, визуально представлять етеміз. Бізде бауыр бар. Неке бауыр, неке 1,5 килограмм, ол бізде өтті түзіп тұр, е. Өтті түзіп тұр. И мына жерде бізде ұйқы безі бар еще. Ұйқы безі бар. Қараңыздар, енді мына жерде бізде асқазан бар еще. Асқазан. Енді асқазаннан былай кететін, мына жерде бізде 12 елшек деген бар. 12 елшек дегеніміз қазақтар қойған бұл атауды. Яғни 10 саусағыңды қоясың мына жеріңе. И плюс 2 саусағыңды қойсаң 12 елшек болады. Е? Так, енді ашшек, ұлтабар дегеніміз, яғни осы бастамасы осы жер. Яғни бізде бұны ұлтабар деп атайды, немесе 12 елшек деп атайды. 12 елшек, ондай вариант жоқ, сондықтан да бұл жерде дұрыс жауап ашшек болады. Неге түсіндіріп кетейін? Сайттан талдаймыз тоже. Так, қараймыз. Мына жерде, яғни бізде ұйқы безіміз, бізде бөлінеді, мінекей, бөлінеді, яғни ол панкреатин деген сөл бөледі, ал мына өттің өзегім тоже бізде ұлтабарға қарай ашылады. Яғни бізде бауыр мен ұйқы безінің өзегі ашылатын ішегіміз аш ішек деп аталады. Ал аппендикс дегеніміз мына аяқта болады, ол бізде тоқ ішегіміз бар ғой. Тоқ ішегіміздің басталған жерін біз аппендикс деп атаймыз. Құрт тәрізді өсінді деп келеді немесе. Осындай тоқ ішегіміз бар еще біздің. Тоқ ішегіміз потом тік ішекпен аяқталады. Ананың ішінде бәрінде бізде аш ішек болады. Деген сияқты. 1-1,5 сағат аралығы.
нұсқаны қаншалықты тез талдаймыз соған байланысты. Так, келесі жартылай сақиналы шеміршектен тұратын мүше. Аппендикс ол бізде мусорды жинайтын, аппендицит деген ауруға ұшырап қалады адамдар, бұл бізде тоқішектің астыңғы бөлігінде орналасқан тоқішектің бастамасы десек те болады. Бұл бізде жалпы мусорларды жинайды, и потом ол бізде мусорларды жинап бір күн жарылып кетуі мүмкін. Сол кезде аппендицит болуымыз мүмкін. 50 сұрақ па дейді? Жоқ, 35 сұрақ, 45 балл. 50 сұрақ болмайды сіздерде ОБТ-да да 40 сұрақ болады, просто 50 балл болады. Так, жартылай сақиналы шеміршектен тұратын мүшеміз кеңірдек, дұрыс айтамыз, кеңірдегіміз бізде балалар мынадай жартылай сақинадан тұрады, осындай жартылай сақинадан тұрады. Өйстіп осындай шеміршектен тұратын мүше. Тыныс алуды өтіп қойғандарымыз бар араларымызда. Вот осындай болып тұрады. Яғни бізде кеңірдегіміз, ол потом екі бронхыға тармақталған. Именно осы шеміршектен тұратын мүшелер бізде көп. Яғни біздің көмейімізде шеміршектен тұрады. Ал енді келесі жолы сізде шеміршекті сақиналы деп келетін болса, просто жартылай емес, просто полностью сақиналы, ол бізде мына бронхыларымыз. Яғни мына жерде бронхыларымыз, ол бізде шеміршекті сақиналы болады. И мына жерде бізде екі өкпеміз бар. Так, кеттік. Келесі қозғалмалы сүйектердің үйкелісін азайтатын буын бөлігі. Құстарда ауа қапшығы бар. Так, балалар, активнее қатысамыз. Өкпенің, дұрыс айтасыз, өкпенің оң жақ бөлігі бізде 3-ке бөлінген, сол жақ бөлігі 2-ке бөлінеді. Мінекей, оң жағы бізде 3-ке бөлінген былай, ал сол жағымыз 2-ке ғана бөлінген. Так, мына жерде балалар қозғалмалы сүйектердің үйкелісін азайтатын буын бөлігін біз буын сұйықтығы деп атаймыз. Яғни бізде буын сұйықтығы деп отырғанымыз, көбінесе әжелер, аталар ауырады, ойыны суставтарым ауырып тұр, аяғым сырқырап тұр деп атады. Неге сырқырайды? Потому что осы сұйықтық қартайған сайын ол бізде азаятын болады. Ал егерде екі сүйектің арасындағы сұйықтық азаятын болса, ол бір-біріне жаймен былай қажалуы мүмкін. Сондықтан да ауыратын болады. Және бұл сұйықтықты қалыптастыру үшін бізде холодез деген бар. Холодез ол бізде осы суставтарға жақсы деп айтады. Неге? Потому что ол сіңір ғой. И ол сіңір барған кезде тоже осы арадағы пространствоны кішкене заполнять етеді деген сияқты понятие бар негізінде. Пайдасы бар енді. Прям барып заполнять етпейді, негізінде пайдасы бар. Бірақ енді бұл бізде буын сұйықтығы болмайтын болса, онда мына аяқтарымыз бір-біріне сүйектер былай қажалатын еді, жіліктеріміздің бәрі былай. Бұл қажалған дұрыс емес. Қажалатын болса, онда аяғымыз жүрмей қалуы мүмкін. Келесі, балықтың су қысымын өзгерісін сезетін мүше. Так, бүйір сызығы дейді, дұрыс айтасыздар. Бұның жауабы балалар бізде бүйір сызығы болады. Жалпы балықты примерно былай салып қоятын болсақ, мінекей балығымыз деп елестетейік. Мінекей. Балықтар жалпы немен қозғалады? Ол бізде жүзбек қанаттарымен. Яғни жүзбек қанаты ол қозғалу үшін керек. Так, желбезектері ол бізде мына жерде тұрады примерно. Бұл бізде тыныс алуға қатысады, сондықтан ол керек емес бізге. Қабыршақ ол сыртын қаптап тұрады, яғни бәрі қабыршақтан тұрады. Балықтардың бәріміз білетін шығармыз оны. Қабыршақтан тұратынын балық тазалап көрген адам болатын болса, плакоидтар дегеніміз тоже келмейді. Бүйір сызығы, яғни ол бізде мінекей бүйірінде орналасқан, ол бізде судың қысымын сезеді. И ол бізде барорецепторлар дегеніміз бар осы жерде. Барорецепторлар деген рецепторлары бар осы бүйір сызықтарында. Сол барорецепторлар арқылы қысымды сезіп, өзгеруін бақылайтын болады.
Мгм. Бұлар кейбір балықтар бізде тоқ ұратын болады, сосын барлық балықтар емес, но кейбіреулері. Мгм. Так, әрі қарай жалғастырайын. Жаңа нұсқа талдайым дегеніңіз ғой дегенде, мынау да нұсқа жаңа емес па? Сұрақтар балалар бәрібір де ұқсас болады ғой. Мен жаңа нұсқаны құрастырып сала жіберіп қойдым, оны неге салатын болады? Арыстанның платформасынан салады, сіздер сол жақтан тапсырасыздар. Так, аналық жасушадан 4 жас жасушаның түзілуі қалай аталады? Ол бізде балалар митоз деп аталады, миоз емес. Миозда балалар бізде жасуша саны 4 болмайды. Миозда не болады? Миозда бізде жасуша саны бізде аз болады. То есть, наоборот, ол 2 есе кемейтін хромосома болғандықтан да жасушалардың саны бізде аз болу керек. Ал митоз ол бізде мінекей мысалға қалай түсіндірсем болады сіздерге. 46 хромосома, осыдан бізде осылай пайда бола береді. Бүгін пробный тапсырдыңыздар ма сіздер? Барлықтарымыз тапсырдық па? Әлде только бір ағым ғана тапсырып шықты ма? Хорошо, онда мен пока оны ашпайым, өйткені басқалар тапсыру керек болады. Все, хорошо, кеттік. ДНК құрылысындағы азотты негіз. ДНК құрылысындағы азотты негіз, дұрыс айтамыз, тимин. Рибоза деген вообще ол бесатомды көміртек, пентозаның өкілі болып табылады, иә? Пентоза өкілі. Так, урацил ол бізде РНК-да болады. Аланин ол бізде амин қышқылы болып табылады. Сахароза вообще-то ол дисахаридтар, яғни көмір сулар болып табылады. Бұл да бізде келмейді. Адам ағзасын өтеміз, иә. Сіздерге жіберілген ғой, не жіберіліп қойған қандай? Дұрыс айтасыз, Нұрсұлтан. Сіздерге не жіберіп қойған қандай? План жіберілді ғой. Сол планнан қарап отырсаңыздар болады. Қандай тақырып өтіп жатырық, жалпы не істеп жатырық, біз соның бәрін сол планмен келе жатырмыз. Так, органикалық тыңайтқыш деп отырғанымыз, дұрыс айтамыз, қара шірік, иә, қара шірік. Болмаса қара шіріктен басқа тағы да қандай вариант болуы мүмкін? Басқа өзіміздің қосымша варианттарымыз бар ма? Келесі жолы органикалық тыңайтқыш деп келетін болса тағы да. Иә, қандай варианттар болу керек? Шымтезек, дұрыс айтасыздар, иә. Былайша айтқан кезде органикалық тыңайтқыш деп отырғанымыз малдың отходтары, иә, то есть солардан шыққан, былайша айтқан кезде боқ. Құстың саңғырығы, мысалға құс саңғырығы, шымтезек, сиырдың жапасы, мысалға тезек дейміз болмаса, иә, просто. Вот, солардың барлығы бізде органикалық тыңайтқыш. Ал калий, суперфосфат, селитра ол бізде минералды тыңайтқыштар болып табылады. Несепнар деген ешқандай тыңайтқышқа жатпайды, потому что несепнар деген ол матча, былайша айтқан кезде, ол матчаны еш жерге жаңағы құймайды. Қи көң, дұрыс айтасыздар. Молодцы. Кеттік, әрі қарай жалғастырайық. 9-шы сұрақ. Қызанақтың қызыл түсі сары түстен басым. Гомозиготалы қызыл қызанақ пен гомозиготалы сары қызанақтан пайда болған ұрпақтың фенотипі. Так, кеттік. Бұл жерде қараймыз, бізде жалпы
не берілген? Қызанақтың қызыл түсі дейді, сары түстен басым деген сөз. Қызыл түсі, яғни ол бізде доминантты белгі, яғни А-ны біз қызыл деп белгілейміз үлкен әріппен. Кішкентай А ол бізде сары түс болып табылады, яғни ол рецессивті белгі болып тұр, иә. Енді гомозиготалы дейді. Гомозиготалы қызыл қызанақ деген сөз екі үлкен А. Және де гомозиготалы сары қызанақты бодандастырған ұрпақтардың фенотипі дейді. Яғни екеуін қосатын болсаңыз А үлкен, А кішкентай шығады, иә. Яғни 100% бізде не болмақ? Қызыл болмақ, иә. 100% бізде қызыл қызанақ пайда болады. Яғни 100% болып шығады. Өйткені мынау комбинациялар бізде қайталанатын болады. Так, жақсы. Кеттік келесі сұрақ. Терапиялық клондау дейді. Қай жылғы тест нұсқасы дейді? 2022-23-тікі. Клондау деген клонировать. Көшірме жасау. Клон деген сөздің мағынасын білетін шығармыз, иә? Так, кеттік. Терапиялық клондау дегеніміз, балалар, бұл бізде ұлпаларды ғана клондау. Сосын бізде ішінара клондау деген бар, яғни ол бір жасушалы организмдерді, немесе бактериялар, немесе толықтай клондау, ол бізде уже басқа түрі болып табылады. Ал терапиялық клондау, ол бізде ұлпаларды клондау, яғни мысалға бір адамның бауыры ауырып жатыр, иә? Бауыры ауырып жатыр, бауыры іріп шіріп жатыр. В общем, осы бауырды емдеу керек. Бауырдың ткандары, яғни гепатоцит жасушалары уже құрып атқан гепатоцит. Но біз решили бұл адамды спасти, и ол үшін біз осы терапиялық клондаумен басқа бір адамның жаңағы бөліктерін алып, ұлпаларын, басқа адамның туысының басының бауырын кесіп алып операция салсақ болады. Немесе егер мына адам шыдай алатын болса, біз мынаны клондаймыз, мынаны көшірме жасаймыз, и сосын барып мына адамға барып орнататын боламыз. Так, качествосын өздеріңізден жөндейсіздер, балалар. Качествоны настройки деген тұрады, сол жерден өзіңіз жөндеп аласыз. Әркім өзінің телефонынан жөндеп алады оны. Так, донор ма дейді. Кеттік. Саңыраулақтардың жануарларға тән белгісі дейді. Так, Е деп жатыр, дұрыс айтамыз. Так, хлоропласттары жоқ, молодцы. Так, саңыраулақтардың жануарларға тән белгісі деген сөз. Саңыраулақтар бізде отдельно патшалық болып табылады. Яғни бұл патшалық өзіне өсімдіктердің де и жануарлардың да бізде бөліктерін қосатын тұғын. То есть екеуінің де характеристикасын бірге совмещать етіп тұрған осы бізде саңыраулақтар патшалығы. И бұларда енді хлоропласттар болмайды, фотосинтезге қатыспайды, ал көбею бұларда вегетативті болады, яғни спор арқылы көбейетіндері де бар, и бұлар бізде өсімдікке тән белгісі болып табылады. Қозғалмайды нағыз вакуоль, яғни вакуоль дегеніміз өсімдікте болады, бұл да өсімдік белгісі. Бүкіл тіршілік бойы өседі, яғни оны жұлып тастамаса, ол өздігінен өсе беретін болады. Тоже өсімдік сияқты. Қоректік заттар денесімен сіңеді, тоже өсімдік сияқты. Ал жануарлар, ол бізде жүгіреді, жүреді. Жануарларға тән белгісі десе, келесі жолы хлоропласттары жоқ, лизосомасы бар деген сияқты, немесе гликоген қорға жиналады дейтін болса, немесе сыртын хитин жабады деген сияқтыларды таңдайсыздар. Осындай белгілері бар. Сіздерге саңыраулақтар патшалығын өткен болатынмын. Сол жерде именно кесте бар. Сол кестені бір қарасаңыз, может есіңізге түсіп қалар. Келесі, қанды денеден жүрекке айдайтын қан тамыр дейді.
қанды денеден жүрекке айдайтын деп тұр. Сұраққа мән берейік. Дұрыс айтамыз, вена. Молодцы, вена деп жауап беріп жатқандар, супер. Қараймыз, жалпы бізде мына жүрек тұр, иә? Жүрегіміз тұр. Жүрегімізден бізде артерия и сосын вена қан тамырлары тұрады осылай. Примерно салып қояйын, вена, мынау артерия. Енді артерия жүректен шыққан қанды бізде бүкіл денеге тасымалдайды. Бүкіл денеге тасымалдайды. Ал вена болатын болса, ол наоборот мына жерде бауыр тұратын болса, осы бауырдағы қанды көмір қышқыл газына қаныққан, оны барады, яғни жүрекке тасымалдайды. Сонда денеден жүрекке тасымалдайтын ол бізде вена екен. Венаның екінші атауы бар, ол бізде көк тамыр деп аталады. Көк тамыр. Так, лимфа болмайды. Лимфа ол бізде жалпы иммундық жүйеге жауап береді, оның қызметтері көп енді негізі. Так, капилляр деп отырғанымыз ол майда қан тамырлары. Газ алмасуға қатысатын, және бүкіл денені торлап жатады. Яғни нефронды болсын, тағы да не бар? Басқа бүкіл жасушалардың бәрін торлап жататын солар. Артерияны айттым. Қолқа дегеніміз міне тоже артерия, то есть ең үлкен аортамыз ол бізде осы қолқа болып табылады. Так, келесі сұрақ. Жауын құртта алғаш рет пайда болған асқорыту мүшесі дейді. Жауын құрт деп отырғанымыз подсказка сіздерге. Бұл бізде жаңағы нелер. Қалай айтсам болады? Бұлтық құрттар, яғни шыбалшаңды айтып тұр. Молодец, Манзура. Кстати, Манзура, рахмет. Мен алдында көрмей қаппын. Азында тұрсам, сізден сообщение келіп тұр екен Каспийден. Мұғалімдер күнін мен заранее құттықтаймын деп 100 теңге салып жүрсіз, көп рахмет. Инстаграмға салатын болам. Так, кеттік. Дұрыс айтамыз, жауын құрттарда бізде сілекей бездері. Сілекей бездері болып табылады. Яғни жауын құрттарда бізде суретін көрген бізде. Біз жауын құрттардың біз суретпен өтіп атқанбыз. Осындай бөлшектерге бөлінген. Бұлтықтардан тұрады денесі. Және де оларда бізде түйінді жүйке жүйелері. Бұларда түйінді жүйке жүйесі, жұтқыншақ асты, жұтқыншақ үсті деген сияқты жүйкелері бар. А также бүкіл денесін бұларда бізде арқа және құрсақ деген, неге арқа және де құрсақ қан тамырлары қамтамасыз етіп жатыр. Және енді 5 көлденең орналасқан жүрегі бар дейміз. Сосын көлденең қан тамырлары бар тоже. Енді бұларда еще сілекей безі пайда болған. Сілекей безі, яғни сілекейді бөліп тұрады. Ол 100 теңге болсын. Негізі мен ешкімнен ақша сұрамаймын, бірақ негізінде ол оқушының көңілі ғой. Көп рахмет. Сол есіме енді түсіп отыр, жаңа Манзура жазып отыр оны комментарийға. Рахмет деп отқаным ғой. Так, кеттік. Келесі, зәрдің кері сорылу процесінің ағза үшін маңыздылығы. Дұрыс, елдар, оларда алғаш қан тамыр пайда болған. Так. Жоқ, Манзу бізде бүкіл группаның атынан салды, так что анда не қылмаңыздар. Рахмет көп. Кеттік. Зардың кері сорылу процесінің ағза үшін маңыздылығы ол бізде білесіздер, реабсорбция деген процесс, кері сорылу дегеніміз. Реабсорбция деп аталады. Реабсорбция кезінде ол бізде бірнеше участоктар қатысады. Нефронның именно проксималды өзекшесі қатысады, генлі ілмегі қатысады, дисталды өзекше қатысады. И бұл кезде бізде АДГ деген гормон бөлінетін тұғын. АДГ гормоны, сосын альдостерон деген сияқты гормондар бөлінеді. Олар в основном ағзада судың көп шығып кетпеуін қадағалайды, а также минерал заттардың қайта қанға сіңірілгенін қадағалайды. Сондықтан да бұл жерде ағзаны сусызданудан сақтайды деген жауап келеді. Так, кеттік. Мына жер түсінікті ма балалар? Болды.
Болды, балалар, енді обсуждениені қоя тұрайық. Қазір обсуждениеге уақыт емес, тест талдап жатырмыз ғой, сондықтан да тестке активно қатысайық. Әркім әртүрлі айтып жатыр. Мына жақта мұғалімдер күні негізі 5 қазан. По-моему дейді. По-моему дегенде балалар 5 қазан. Так, кеттік ал. Все түсінікті болса, дальше. Нефрон қабырғасының маңызды қызметі дейді. Аружан, сіз чуть-чуть түсіндім деп қатырасыз осы постоянно. Алдында да сіз солай айтқан едіңіз, Дұрыс айтамыз, нефрон қабырғасының маңызды қызметі ол бізде қанды тазарту болып табылады. Яғни нефрон деп отырғанымыз алдында айттық, ол бізде бүйректің ішінде орналасқан функционалдық қызметтік бірлік атқаратын жалпы нефронымыз, оның сыртын капиллялар қаптап жатады. Ол бізде бірнеше бөліктерден тұрады, и ол бізде нефрондарымыз осындай қанды тазарту үшін керек болып табылады. Ой, так. Осылай, яғни бізде нефронымыз жаңағы Боуман капсуласынан, потом проксималды өзекшеден, генлі ілмегі дейміз мына жерді, мына жеріміз дисталды өзекшеміз, ал мынау бізде жинақтаушы түтікше. Енді осы нефрондарымыз бізде осы қан алып келуші артериола деген болады, шумақты капиллярларымыз болады, и алып кетуші артериолалар болады. Осы кезде бізде қандарымыз осы нефронға кіріп тасымалданатын болады. Так, балалар, қатып қалды ма? Балалар, қатып тұр ма? Мен өзім тексере салайын. Так, прообновить эту черин. Нормально болды, жаңа қатқан дейді. Все, хорошо, онда жалғастырайық. Шарананың тыныс алуын, қоректенуін қамтамасыз ететін мүше дейді. Шарана деген кім? Ол бізде бала, кішкентай. Так, шарана дегеніміз ол бізде кішкентай бала. Мамасының ішінде болған кезде оны шарана дейміз. Ол кезде немен тыныс алады ол? Мына жерде балалар плацента деп кеткен, негізі плацента деген сөз. Л-ғой мына жерде, хорошо. Плацента деген сөз мынау. Қалай ойлайсыздар? Немен тыныс алуы мүмкін бала мамасының ішінде болғанда? Так, дұрыс айтамыз, ол бізде плацента арқылы болу керек, Так, аналық без деген вообще не о чем. Қараймыз, Бізде әйел адамның ішкі құрылысында, яғни жыныстық жүйесін қарастыратын болсақ, мінекей ол бізде екі аналық безден тұрады, ішкі жыныс несі. Екі аналық без, мінекей мына жерде тұр, и мына жерде тұр.
Потом мындай маточная труба деген болады, немесе жатыр түтігі дейміз. Ол да екеу болады, жатыр түтігі. Сосын бізде мындай жатыр деген болады, жатыр. Сосын мындай қынап деген болады, қынап. Енді аналардың ешқайсысы тыныс алуға балаға көмектеспейді. Фолликула деп отырғанымыз осы аналықтан пайда болатын көпіршіктерімізді фолликула деп атаймыз. Жатыр түтігі ол ұрықтану жүретін процесс, зигота пайда болатын жер. Зигота ол бізде әлі бала емес, кішкентай қан әлі домалақ осындай. Плацентамыз бізде ол баланы қоршап тұрады, а также баланың тыныс алуына, қоректенуіне жауап береді. Бұл плацентаны әйел босанғаннан кейін плацента сыртқа қарай шығарылатын болады. Плацентадан қазіргі таңда косметологияда неше түрлі крем, маска, қыртым сыртымдар жасайды. Так, балалар нормально ма әлі? Или қатып тұрғандар бар ма? Кейбір оқушылар қатып жатыр деген сияқты, қатпады дейді. Кеттік ары қарай жалғастыра берейік. Бейтараптық қарым-қатынас. Бейтараптық деген сөз нейтрализм, нейтрально. Нейтрально не істеуі мүмкін. Тиін мен бұлан, дұрыс айтасыз. Екеуі бір орманда тіршілік етеді, екеуі бір орманда мекендейді, бірақ олардың екеуінің жейтін тамақтары әртүрлі. Жейтін тамақтары әртүрлі болғандықтан да, ол бізде екеуінің арасында нейтральный қарым-қатынас, яғни бір-біріне ешқандай да кедергі келтірмейді. Келесі сұрақ, басқаларын талдамай қояйық, уақытты жоғалтпайық. Өйткені қалғандары оп-оңай, мен ойлаймын сіздер мына жерде жауаптарын бәрін біліп отырсыздар деп. Мына жердегі, кеттік. Ойыншықтың атқаратын қызметі. Тепе-теңдікті сақтайды, дұрыс айтасыз, мишықтың қызметі. Балалар, қараймыз, мидың примерін мен суретін салам қазір. Осындай болып тұрады. Мидың мына бөлігі бізде мишық деп аталады. Ең астында орналасатыны мишық. Потом мына жерден бүйтіп сопақша ми болады. Мынау сопақша ми болады мына жерде. Так, мынау жерде өзде алдыңғы ми. Потом ортаңғы ми болады. Ортаңғы ми, сосын тағы не бар бізде? Енді қараймыз, мына бізде мишығымыз мына жерде орналасқан, қара құстың үстінен сәл жоғары. Бұл бізде тепе-теңдікті сақтайды мишығымыз. Яғни мишығымыз зақымданатын болса, ол кезде біз мас адам сияқты теңселіп, бір сызықтың бойымен, яғни линиямен жүре алмай қалмауымыз мүмкін. Молодец. Келесі. Суретте 3 санмен берілген органоидтың қызметі дейді. 3 деген ортасында тура тұр. Молодец, Манзура. Дұрыс, мынау бізде қысымды реттейтін бөлігі, потому что ол бізде үшінші суретте вакуум көрсетіліп тұр. Мен сіздерге балалар суретті не үшін салу деп айтам, потому что осылай келеді ертең. Кітаптағы суреттерді алады да, үйс-үйс қойып қойды, мынау не деп сұрай береді сіздерден. Бұл бізде вакуумдың қызметі, ол бізде қысымды реттейді. Жалпы айтқан кезде бұл 3 түрлі қызмет атқарады. Сулы ортаны қалыптастырады, сулы орта қалыптастырады. Сосын бұны қоқыс салатын жәшік деп те атаймыз, қоқыс салатын жәшік. Одан бөлек бізде вакуумымыз еще сулы орта, қысым, сол зиян заттарды өзіне жинайды үшін, вот сол. А также вакуумымыз бізде кейбір өсімдіктердің тәтті болуына жауап береді. Тәтті шырынды болуына. Дұрыс айтамыз, сырты тонопласт деп аталады. Келесі,
көк көзді жігіт қой көзді қызға үйленді дейді. Бірақ қыздың әкесінің көзі көк болған. Кішкене жақындатайын, чтобы көріну үшін. Осы отбасындағы ұрпақтың фенотипін анықтаңыз дейді. Терпила емес па дейді. Терпила деген кім ол? Терпила дегеніміз айтып қоятын адам. Тонопласт ол сырты. Генетика тез өтсек дейді. Генетикаға жетем дегенше әлі бір шама тараулар бар. Соларды өтіп барып, қана генетикаға көшеміз. Так, шығарып көрейік. Жалпы бізде көк көзді жігіт, қой көзді деген сөз. Яғни көк көз дегеніміз балалар негізінде в основном рецессивті белгі болады. То есть көк көзіміз рецессивті, ал қой көз дегеніміз кәдімгі қазақтардың көзі. Бізде қой көзді боламыз в основном. Қой көзді ол доминантты болады, потому что ол басып тастайды. Так, енді қараймыз. Көк көзді жігіт деген сөз екі кішкентай көзі бар, осы кішкентай көз бар деп ғой. Екі кішкентай әріптен тұрады, екі кішкентай адан. Ал енді айтады, бізге қыздың көзі қой көзді, бірақ қыздың әкесінің көзі көк болған деген сөз. Значит, қызда былай болады, неге? Өткені үлкен ол бізде қой көздіге жауап беріп тұр, папасының гені тұр, яғни көк көзді осындайға аламыз. Так, енді есепті шығарып көрейік. Екеуін қосасың, А үлкен А кіші шығады. А үлкен А кіші. Потом мен аны қосасың. Тоже ойбай, мына жерде А үлкен А кіші емес, екі кішкентай шығады. Потом мен аны қосқан кезде А үлкен А кіші шығады. Мен аны қосасыз, екі кішкентай А шығады деген сөз. Енді қараймыз, бізде не шығып тұр? 50% бізде не шықты? 50% бізде қой көзді шығып тұр. 50% көк көзді. Яғни сондай жауап болса, яғни С деген жауабымыз тұр екен, соны таңдайсыздар. 50% көк, 50% қой. Айтқор үшін бізде информасоманы ашқан. Келесі хромосомалық ауруға байланысты берілген екен. Мына жерде контекст. Уже бірінші контекстің жауабы айтылып қойыпты, ештеңе етпес. Көрініп тұр, сіздерге Клайнфельтер синдромының хромосомалық жиынтығындағы өзгеріс дейді. Жалпы Клайнфельтер деп отырғанымыз балалар кімдер? Клайнфельтер ол бізде аурудың атауы, ол бізде жыныстық ауру болып табылады, жыныстық хромосомалық ауру. Клайнфельтермен бізде ер адамдар ауырады, тек ер адам. Оларды бізде бір хромосома артық болады, яғни 47 хромосома XXY деп аталады. Бойлары ұзын болады, работа неспособны дейміз бе, қалай айтамыз? Жұмыс жасағысы келмейді, шаршай береді постоянно, жыныстық жағынан жетілу, баяу болады бұл адамдарда. Бұл ауру қалай туылуы мүмкін? Егер де ата-анасында гендері жаңағындай дұрыс сформировать етілмей бала кезінде уже сол кезде пайда болады, яғни туыла бітті, уже жыныстық хромосомалық ауру. Ол андай жүре пайда болмайды, типа нормально бір күні XY хромосома болып жүріп, там вдруг 18-ге толған кезде ода XXY болып кетпейді. То есть ол туа бітті солайынан болады. Бойлары өте ұзын болады. Дұрыс айтасыз. Келесі, хромосомалық аурулар пайда болады. Хромосомалық аурулар неден пайда болуы мүмкін? Хромосома туралы да өтесіздер, уайымдамаңыздар, бәрін өтеміз. Дұрыс айтамыз, хромосома санының артуынан бізде хромосомалық аурулар пайда болады. То есть бізде XXY болып тұр, немесе кемуінен де болуы мүмкін, яғни X0 болуы мүмкін деген сияқты, XXX болуы мүмкін деген сияқты бізде әртүрлі болуы мүмкін. Молодцы. Генетикаға жақындап қалдық біз осы, сіздерде уже жақында өтеміз. Сіздермен 8 тарауды аяқтадық, 9-шы тарауға көшеміз уже. 9-10-шы тарауларда уже сол генетика басталу керек негізі. Келесі. Суретте арыпмен берілген синдром дейді. Қазір суретке қайта оралайық, бірақ Нұрсұлтан не айтқан екен? Все, Нұрсұлтан енді ондайларға жоламаймыз, дұрыс айттың дегенге. Так, мінекей А суретін қарай салайық. А суреті енді мынау болып тұр. Енді керемет те көрініп тұрған жоқ.
Бірақ енді айта кете салайық, сразу бұл бізде қандай ауру болады? С деп жауап беріп жатқандар бар екен, молодец. Бұл нұсқаны талдап қойған шығарсыздар, негізі бұл именно контексттік сұрақ бізде көп келген, сондықтан да бұл талданып жасалған негізі. Ол Шершевский Тернер деген ауру, бұл бізде әйел адамдарда, яғни жыныс хромосомасында 23-сінде бір хромосома, яғни отсутствует. Яғни просто 0 деп белгілейміз, сондықтан да бұларда хромосома саны 45. Бұлардың бойы кішкентай болады, бөкселері тар болады, жыныстық жағынан жетілуі баяу болады, сосын тағы да не болады, мойындары андай үлкен болады деймін бе, қалай айтсам болады, мойындарында да тоже бүйтіп басына кіріп кеткен сияқты болады. Не деп айттыңыз дейді. Нұрсұлтан, сіз андай жаққа жоғары жақта жазған екенсіз да, сосын бір қыз жазыпты да, типа Нұрсұлтан айтқаным дұрыс болды, енді ондайларға жоламаймыз деп. Соған енді дошло болды да, жаңа мен сіздікін оқымай кеткенмін ғой үстінде. Так, келесі. Дұрыс айтасыз, ортаңғы саусақтар дамымаған. Бұл мен сіздерге жіберген, жіберіп болған шілде ағымында, вроде 10 сыныптың базасында толық қамтылып айтылып кеткен. Так, 10 сыныптың базасында. Суретте сарпмен берілген синдром дейді. Сарпын қарап көрейік, мына жерде енді аса көрінбейді тоже. С әрпінде мынау тұр екен, яғни 21-ші жұбы хромосомасының XXX болып тұр екен. Значит, бұл бізде балалар даун деген ауру болады уже. Яғни даун деген ауру ол бізде 21-ші жұп хромосомасы. Патау ол бізде 13-ші хромосомада, яғни изменение болса, Эдвардс ол бізде 18-ші хромосомада изменение болса. Ана суретте С-да, яғни даун болып тұр. Даунның белгілерін білесіздер деп ойлаймын. Даунда екі көзі бір-біріне жақын орналасады, беті дөңгелек болып келеді, сосын ауыздары жартылай ашық жүреді. Даун не істейді тағы да? Осылар в основном. Так, кеттік. Суретте Б әрпімен берілген синдромға тән белгі дейді. Ол жерде бізде Клайнфельтер келтірілген. Клайнфельтер ол ер адамдар ауырады дедік қой. Бұл Клайнфельтер ол бізде аяқ қолы шамадан тыс ұзын болып келеді бұлардың. Хорошо докторда даун емес, хорошо докторда аутизммен ауыратын бала емес па? Так, аяқ қолы шамадан тыс ұзын болады, дұрыс айтасыздар. Так, келесі. Көп жауаптылық. Ашық қан айналым жүйесі бар ағзалар дейді. Жалпы бізде қан айналым жүйесі екіге бөлінеді, ашық және тұйық деп. Тұйық деп отырғандар біздер, бізде қан тамырлардың бойымен ағатқан. Ал ашықтарда ол бізде дененің қуысына құйылатын болады, яғни денелердің ішінде құйыла береді. Бұған дұрыс айтасыздар, ұлу жатады, сосын жалпы буын аяқтылар жататын тұғын. Буын аяқтылардың ішінде, яғни ол бізде шаян беріліпті мына жерде. Сосын қарасаңыздар тағы да буын аяқтылар бар мына жерде. Ұлудың түрі бар екен, яғни бізде сегізаяқ деген тоже ұлудың бір түрі болып табылады. Үшінші нұсқаға келді, айтып жіберіңіздер дейді. 9-шы нұсқа бұл. Так, әрі қарай жалғастыра берейік. Балалар түсінікті ғой, ашық қан айналым жүйесі кімдерге тән екен сонда. Яғни сегізаяқ неге жатып тұр? Потому что сегізаяқ ол ұлулар болып табылады, бас аяқты ұлулар болып табылады. Сондықтан да бұл бізде тоже ұлудың түрі болғаннан кейін оларда да бізде ашық қан айналым жүйесі болады. Так, қалғандарында тасбақа, бақа, ит, торғай, жылан, адам, есек бүкілінде бізде тұйық қан айналым жүйесі, потому что бізде тамырлар арқылы. Так, тамыр сабақпен көбейетін өсімдіктер дейді. Бұл бізде ботаника. 7-ші класстың ботаникасын қараймыз, ана Очкурдың кітабынан. Соларды оқыңыздар. Бос уақыт болса 7-ші класстың Очкур кітабын алып оқыңыздар, потому что ол жерде ботаникада өте көп ақпарат бар. В основном сол жерлерден келіп қалу мүмкін ботада ертең. Тамыр сабақ деп отырғандарыңыз, ол бізде не болады?
жүзім жоқ. Інжугүл, дұрыс. Інжугүл жатады. Інжугүл, қара жидек және де жалбыз деген өсімдіктер жатады балалар. Енді тамыр сабақ деп отырғанымыз, мына өсімдіктің тамыры болады ғой, өсімдіктің тамыры, осын бізде тамыр сабақ дегеніміз осы тамыр мен сабақтың қосылысып кеткен жері ғой. Яғни осы жерден кесіп алып, мынау бізде қайтадан басқа жерге отыратын болса, немесе суды сорып тұратын болса, онда ол бізде дальше дами беретін болады. Жалбызымызда, қара жидегімізде, інжүгүлімізде. Інжүгүл бойынша тағы келетін сұрақ көлеңке сүйгіш өсімдік деп келеді. Көлеңке сүйгіштерге осы інжүгүл жатады. Одан бөлек бізде саумалдық деген бар, саумалдық өсімдігі. И потом споралы өсімдіктер тоже бізде көлеңке сүйгіш болады. Бегония, қастамақ, олар бізде жапырақтардың құрылысы бойынша келеді көбінесе. Қарақат, раушан жоқ, тағы жүзім тоже жоқ. Так, жалбыз, қара жидек, інжүгүл, тамыр сабақпен көбейетіндер. Мұртшамен көбейетін деп келуі мүмкін. Балалар мұртша арқылы көбейетін, ол бізде бүлдірген, немесе құлпынай. Құлпынайларымыз мұртша арқылы көбейеді. Клубниканы кім өсіріп көрген, немесе клубника көргендер бар. Вот үш құлақты күрделі болып келеді олардың жапырақтары. Мына жерде клубника өсіп тұрады бүйтіп. Сөйтеді, мына клубникадан бүйтіп мұртша тарайды. Сөйтеді, мына жерде екінші тағы да бір клубника өсіп тұруы мүмкін. Олар бізде мұртша арқылы көбею деп аталады. Так, келесі аталық бездерден бөлінетін гормондар. Аталық бездерден бізде қандай гормондар болады? Так, тестостерон бірінші очередь кеттік. Тестостерон кетті. Потом тағы да бар ма? Басқа көріп тұрған жоқпыз, Кеттік. Енді мына гормондарды айта кетейік. Эстрадиол болу керек. Эстрадиол бізде әйел адамдарда бөлінетін гормон. Вазопрессин ол бізде әйелге де еркекке де тән. Ол бізде вообще басқаша атауы АДГ немесе адалдық гормоны, Бұл вазопрессиніміз в основном неге жауап береді? Су тұз алмасына жауап береді. И сосын жаңағы адалдық гормоны деп атаудың себебі бар еді. Қалай айтатын едік оны? Еске түсіре отырыңыздар. Так, инсулин ол бізде қандағы глюкозаны бізде басып отыратын болады, глюкозаны реттеп. Окситоцин әйелдерде, яғни бұлшықеттің жиырылуын, жатырдың бұлшықетінің жиырылуын жасайды. Прогестерон ол бізде әйелдердегі жүктілік гормоны. Осы жүктілік гормонының әсерінен олар жаңағы қыстыгүні қарбыз жейм, клубника, шоколады жейм деу мүмкін. Соматотропин ол бізде әйелдерде де, еркектерде де болуы мүмкін. Ол бізде өсу гормоны. Тироксин ол бізде қалқанша безіне бөлінеді. Мына жерде бізде қалқанша деген без бар, Бұлар бізде йодқа байланысты болады основном, яғни йод жетіспейтін болса там эндемиялық зоб деген сияқты, Вот сондай аурулар. Так, кеттік. Тірі ағзалардағы макроэлементтер дейді. Сол гормон бізде болса ғой дейді. Ол үшін қыз болып туылуың керек еді. Келеттік. Ол бізде оттек, сутек және де көміртек болып табылады, Оттек, сутек, көміртек макроэлементтер дегеніміз, яғни ірілері, микроэлементтеріміз мыс, алюминий, мырыш, молибден, фтор, калий деген сияқтылардың бәрі микроэлементтер болып табылады. Все, молодцы, кеттік, тоқталмай қояқ болған. Адамның генеалогиялық әдісінің ерекшелігі немесе ерекшеліктері дейді. Генеалогиялық әдіс дегенде мен сіздерге айтқанмын, осы баяғыда кім қатысты, баяғыдан бері оқып жүргендер болатын болса, бұл сұрақ постоянно талданып келе жатқан сұрақтардың бірі. Кім анау неге барады? В основном, қалай айтсам болады? Андай полицияда болады ғой, андай исследовательдер исследовательдер анықтайды ғой, андай типа не істеді, не білдірді деген сияқты, сол кезде андай
қалай ондайларды кім деп атайтын еді, ұмытып қалдым. В общем, сен барасың, бір жерде убийство болады, сен сол жерде анықтауың керек. Сол жерден отпечаток пальцев аласың, сол жерде қараңғымен бүйтіп тексеріп, в общем, сондайларда кім дейтін еді, ұмытып тұрмын. Криминалист, вот, молодец. Криминалисттер бұл әдістерді қолдану керек негізінде. Біз білетін жауап, ол бізде шежіре талдауын негізделген. Шежірелік талдау жасайды, қаяқтан шықты, кімнен тарады, ана жеті атасын бәрін анықтап кетеді. Тұқым қуалау типін анықтайды. Енді кейбір ауруларда, мысалға осы генеалогиялық әдіс арқылы. Мысалға габсбургтық ерін деген бар. Қазіргі қыздарда модасы осы түртіп кететін кезде бүйтіп ғой. Деп еріндерін осылай бақа емес енді былай бүйтіп алдыға шығарып алып тастайды. То же самое габсбургтық ерін деген сондай бізде заболевание бар. И ол өздері сондай да, уже олар ешкім операция ештеңе жасамаған, просто өйстіп қойған, өздері өйстіп жүреді. Вот габсбургтық ерін, ол тоже тұқым қуалайды мысалға. Гемофилия, үйрек сияқты болмаса, дұрыс айтасыздар. Гемофилия тоже ол бізде тұқым қуалайды. Оны біз генеалогиялық әдіспен анықтасақ болады, кімнен ол гемофилия ауруы шықты деген сияқты. Так, кеттік. Бұл жерде екі жауап. Анаэробты тыныс алатын ағзалар дейді. Анаэробты және аэробты деген екіге бөлінеді. Гемофилия ол бізде қан ұйымайтын ауру. Так, анаэробты тыныс алатын ағзалар деген кімдер? Ол бізде оттегіні менсінбейтіндер, оттексіз. Вот, бірінші жауап ашытқы бактериялар, То есть ашытқы бактерияларға бізде оттек керек емес. Бұлар бізде мысалға мамаларыңыз үйде нан ашытады ғой, бауырсақ пісіреді, пирожки пісіреді, байқасаңыздар, сол кезде ұнға дрожжи қосады да, оны қаптап, бытшын шығарып кәдімгідей салып тастайды, полностью. И оларымыз бізде оттек керек емес, и оларға только көмір қышқыл газы мен қант болса болды. То есть көмір қышқыл газы да керек емес, в основном қант болса болды, көмір қышқыл газын бөліп шығарады. Так, зеңк саңыраулақтары тоже. Зеңк саңыраулағы кез келген продуктыда ұзақ уақыт тұрып қалатын болса, оның бетінде зеңк саңыраулақтары пайда бола бастайды. Хоть сол пакетте тұрсын ол зат, ішінде ауа жоқ болса да, ол пайда бола береді. Яғни осы екі жауабымыз қана бізде сәйкес келеді екен. Кеттік. Сопақша мидың басқаратын қызметтері дейді. Дұрыс айтады, пеницилл, пенициллин деген одан антибиотик алынады. Бір жасуша, дұрыс айтасыз, мукор деген түрі де бар. Мукор олар бізде ақ нанның несі деп айтамыз, қабығы дейміз ба, қалай айтамыз. Так, сопақша миымыз тыныс алуға жауап береді. Дұрыс айтасыздар, тыныс алу қозғалысын реттейді. И және Д деген вариантта сәйкес келіп тұр. Яғни түшкіруді реттейді бұлар. А также бізде балалар сопақша ми еще көздің қарашығын өзгерте алады. Қимылды өзгерту ол мышыққа байланысты, басты тез бұру, тепе-теңдікті сақтау ол бізде мышыққа, бұлшықетті жиыру, мыналар бізде келмейтін варианттар. Деп тыныс аламыз, дұрыс айтасыздар, сол жүректің соғысы, пыф тыныс аламыз, ақ ол бізде ас қорыту. А также көз қарашығын өзгерту дегенде бар. Бұл да бізде осы неге келеді? Сопақша мидың қызметтерінің бірі. Рефлекстерінде. Түр аралық өзгеріс дейді. Түр аралық дегенмен түр ішілік өзгеріс деген бар. Түр ішінде болса, яғни бір түрлердің ішінде, сондай ол түр ішілік болады. Түр аралық деген сөз екі түрдің арасындағы өзгерістер. Сонда қандай жауаптар болады? Дұрыс айтасыздар, әртүрлі даралар арасында жүреді. Және де бізде жыртқыш, мысалға құрбан қарым-қатынасы. Жыртқышымыз құрбан дегеніміз ол. Мысалға бір буйволды, бір лев келіп, яғни бір арыстан келіп жейді. Мысалға буйволымыз ол шөп қоректі, ал жыртқышымыз ол бізде мысық тұқымдас болып тұр. Арыстанымыз екеуі екі түрге жатады. Жапырақтың қысқы ұйқыға кетуі дейді, ол ешқандай да өзгеріс емес. Ол бізде биоырғақ болып табылады, максимум фотопериодизм болуы мүмкін.
бірақ в основном енді бұл ешқандай өзгеріске жатпайды. Табиғи катаклизмде тірі қалу үшін күрес дейді. Жоқ, ол тіршілік үшін күрес болады, просто тіршілік үшін күрес. Өсімдіктің температурасының өзгеруіне бейімделуі жоқ, ол бізде тропизм немесе таксис дегендер келеді. Шырша орманда жарық үшін күрес, бұлар бізде бәсекелестік болады, уже бір түрдің арасында болып тұр. Так, бір ұяда балапандардың тамақ үшін бәсекелестігі тоже түрішілік күреске жатады бұл, түрішілік. Бір түр даралар арасында жүреді, тоже түрішілік бұл. Так, кеттік, әрі қарай дальше кете берейік. 34-ші сұрақ. ДНК молекуласындағы азотты негіздердің цитозиндік нуклеотидтердің мөлшері 36% болғанда, қалған нуклеотидтердің пайыздық мөлшерлері немесе мөлшері. Не болды, балалар, соншама? Бүгін шұғыл шаруаларыңыз бар ма еді? Цитозин ол бізде балалар 36 деп тұр, Цитозинге всегда тең болатын гуанин. Значит, гуанин тоже 36 болу керек. Так, бір жауап бар. Енді, соответственно, бізде общий мысалға аденин мен цитозиннің қосындысы ол бізде 50-ге тең болу керек. Гуанин мен тиминнің қосындысы тоже 50-ге тең болу керек. Значит, соответственно, 14 болу керек. Так, аденин бізде 14 неке жауап бар, и және тимин тоже 14, яғни А, С, Ф деген жауаптар. Бұндай сұрақтар ойлаймын, что сіздерде оп-оңай шыға салады деп. Так, жыныспен тіркес тұқым қуалайтын аурулар дейді. Жыныспен тіркес деген сөз, сол бізде қалай айтсам болады. Бізде жалпы аурулардың түрлері бөлінеді негізі. Жыныспен тіркес тұқым қуалайтын аурулар болуы мүмкін. Сосын тағы да қалай айтсам болады. Аутосомалық аурулар болуы мүмкін. Так, бұл бізде балалар кем ақыл деген болады. Яғни, егерде жынысында олардың кем ақылмен ауруханадан болатын болса, немесе сондай бір белгілер болатын болса, ол бізде осы жыныспен тіркесіп тұқым қуалап балаларында көрініс беруі мүмкін. Және бауырдың циррозы, яғни кейбір балалар тула сала сап-сары болып жатады. Басында оны определять ете алмайды, то есть в основном мамасының ішінде болған кезде вроде бы нормально болады, но бала туылғаннан кейін сразу цирроз ауруымен туылуы мүмкін. Так, одан бөлек тағы да бізде қандай ауру бар? Қанша сұрақ? Бізде 35 сұрақ, 45 балл. Және бізде туа бітті балаларда тағы да болатын ауру, ол бізде рахит деген ауру. Рахит ол бізде мешел деп аталады, болмаса келесі жол мешел деп келуі мүмкін. Баланың былай екі аяғы осындай қисайып кетеді. Бұл в основном D витамині жетіспегеннен болады. Яғни әйел адам екі қабат кезінде мүлдем күнге шықпайтын болса, жаяу жүріп күннің астында жүрмейтін болса, онда осы баласы рахит немесе мешел ауруына да ұшырауы мүмкін. D витамин жетіспеген, яғни кальциферол. Так, балалар, осымен сабақты аяқтаймыз. Так, 17-ден 04 кетіп жатыр екен. 1 сағат 5 минут болыпты. Бүгінгі сіздерге нұсқа талдау не берді? Бірдеңе бере алды ма сіздерге? Жаңа алған бір навыктарыңыз бар ма, бұдан үйренгендеріңіз бар ма? Сосын айта кетейін. Алдағы уақытта енді Арстанның пробный барлығы тапсырып болған соң талдайтын боламыз. Күшті өтті, бәрі түсінікті, күшті настроение берді дейді. Күшті. Сау болыңыздар, балалар. Көріскенше келесі сабақта бұйыртса вторник күні жолығатын боламыз, Все, Манзура, активный болыңыз. Все. Балалар, бай-бай. Келесі сабақта жолыққанша.